Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Нил Гейманның Coraline кітабын ұсынайын деп отырмын. Бұл балаларға арналған әдебиет, фантастика жанрында жазылған, қалалық фэнтези жанры деп атайды. Негізі жалпы бұл кітапты мен Талдықорған қаласындағы оқырмандар клубымен бірге оқып бастаған болатынмын. Осы ақпан айына осы кітапты таңдаған болатынбыз. Және де мен бұл кітапты бір 2 күннің ішінде оқып тастадым. 2 кеш ішінде деп айтсақ дұрыс шығар. Жалпы Нил Гейман туралы қысқаша айтып кетейін. Нил Гейман деген заманауи автор, Ұлыбритания елінде туып өскен, және де өзі жас кезінде Шекспир деген сияқты ағылшынның жазушыларын көп оқыған, және де Алиса сиқырлы елге түскен Алиса деген деп аталған екен. Негізі Алиса в стране чудесінің қазақшасы аударылған ба, аударылмаған ба, мен оны білмеймін. Сол Алиса деген кітапты жақсы көрген, сосын Шекспирдің жұмыстарын жақсы көрген. Жалпы классикалық әдебиетті өте ұнатқан екен. Және де ол жас кезінен қызықты әңгімелер, және де телевидениеға сценарийлер жазып үйренген екен. Жалпы Нил Гейманның шығармалары желісі бойынша көптеген сериалдары бар. Ол америкалық жаңа құдайлар деген сияқты, благие знамения деген сияқты көптеген сериалдар бар. Нил Гейманның туындыларын білсеңіздер, ол өте қазіргі заманға, қазіргі оқырманға үйреншікті стильде жазады. Негізі өздеріңіз білесіздер, әдебиетті оқыған кезде көбінесе кітаптар көп жыл, 100 жыл, 200 жылдан кейін бізге оқырмандарға жетіп жатады. Сондықтан кейбір шет тілі әдебиеттері ағылшындық жазушыларды оқып жатқанда асықпай, ұзақ, динамикасы аз болады. Бірақ та Нил Гейман біздің замандас, әлі тірі болғандықтан бұндай шығармалары өте қызықты және де тез оқылады. Бізде бүгін Coraline деген жұмыс 2000 жылдары жазылып болған екен. Оны бұл Нил Гейман Coraline'ды жазып болған соң, оны ең басында қасындағы досы, сценарист екеуі тағы да кішкене өзгерткен екен. Және де өздеріңіз білесіздер, Coraline деген мультфильм бар, кукламен түсірілген. Сол мультфильмді түсірген сценарист Нил Гейманның жақсы досы болған екен. Және де мұнда кітаптың басында автордан қысқаша ғана мағлұматтар айтылып кетеді. Сол жерде Нил Гейман айтады, сол досын сценаристін үйіне шақырып, олар сол Нил Гейманның үйіне қонаққа барғандықтан екеуі ақылдаспаса да, Coraline деген мультфильм түсірген кезде Coralineның ата-анасымен барған үйдің сұлбасы, дизайны осы Нил Гейман тұратын үйге өте ұқсас қылдырып жасаған екен. Бірақ олар әдейі солай ойластырмаған. Сол жұмыс кезінде солай екеуі айтып жатады. Сол автордан деген бөлімде мультфильмді қарап жатсам, менің үйімді тура келтіріп жатыр екен. Содан екеуміз солай қалжыңдастық деген сәттер бар. Және де мен сіздерге айта кетейін, бұл шығарма не туралы екен. Мен бұл кітапты оқыдым, 2 күн оқыдым деп айттым. Және де оқып болған соң, мен осы Coraline деген мультфильмді көрген болатын. Бұл мультфильм мен кітапты салыстырсақ, маған мультфильм киносы өте қатты ұнады. Дегенмен, кішкентай балалар, кішкентай қыздар, кішкентай жасөспірім балалар оқыса, кітап мүмкін мультфильмнен жақсы көрінетін шығар. Бірақ та мен ересек адам болғандықтан, балаларға арналған әдебиетті оқығандықтан ба, маған ол өте қатты ұнаған жоқ. Қызықты оқиға және де уақыт өткізуге болатындай оқиға болды. Бірақ та бұның Coraline'ның мультфильмі өте әсерлі, және де мен осы кітапты оқып жатқан кезде өзімде кейіпкерлерді көзіме елестеттім. Және де кітаптың ішінде өте әдемі суреттер бар екен, иллюстрациялар бар екен. Сол иллюстрацияларды қарап, өзім фантазияммен жақсы ойластырып отырдым деп ойладым. Және де кітапты оқып болған соң, мультфильмін көрген кезде сценаристер, сол мультфильм түсіретін студиялар өте керемет Нил Гейманның шығармасын өте жоғарғы деңгейде түсіріпті. Сосын мен өзімнің фантазиям сондай қатты шығармашыл, суретші, дизайнерлерге жетпейтінін түсіндім. Кейбір кітаптарда
керісінше болып жатады. Мысалы мен бір кітапты оқимын, сосын ол кітап бойынша түсірілген киноны қараған кезде ол кино менің миымдағы фантазияға жетпей, бюджеті жетпей, спецэффект деген сияқты бір кішкене арзандау немесе шала түсірілген сияқты көрінсе, бұл мультфильмде мына кітапта болмаған көптеген нәрселерді қосып өте жақсы қылып жасалған екен. Сіздерге сол кітапты айтпай тұрып, мультфильмде кейбір кейіпкерлер бар, бұл кітапта жоқ кейіпкерлер бар. Сондай плюстар бар мультфильмнен. Жалпы сіздерге мультфильмді де көруге ұсынамын, бірақ та біздің канал, YouTube каналымыз кітап жайлы болғандықтан мен сіздерге осы жалпы кітабын да ұсынайын деп отырмын. Бұл кітап негізі сол мультфильммен салыстырғанда кішкене нашарлау болғанымен, жалпы балаларға арналған, жасөспірімдерге өте қызықты оқиға деп айта аламын. Бұл кітап не туралы енді бастасақ ақырындап. Каролайн деген Ұлыбританияда бір кішкентай қыз болады, оның отбасы, папасы және мамасы болады. Сосын осы Каролайн болады. Жалғыз ғана қыз бала отбасында болады, және сол шағын ғана отбасы өздерінің бір үйлеріне барады, бір алыста, қаланың сыртында орналасқан бір ескі үй болады. Ол үйде бұл отбасы жалғыз тұрмайды, ол үлкен үй болғандықтан бірінші қабатында бір егде жасқа келген зейнеткер апайлар тұрады. Бұрынғы актриса немесе әншілікпен айналысқан екі зейнеткер апа болады, және де осы Каролайн деген отбасылары екінші қабатта тұрады. Сосын олардың үстінде үшінші қабатта сол үйде бір ақсақал, бір ата тұрады, бірақ ол атаны бүткіл адамдар кішкене есінен кет қалған деп сыртынан айтып жүреді. Өйткені ол бәріне мен кішкентай тышқандарды циркке дайындап отырмын деген сияқты ерсі әңгімелер айтады, бірақ та оның көршілері, таныстары оның қандай тышқанды дайындап отқанын ешқашан көрмеген. Олардың үйлерінде тышқан бар ма, жоқ па, оны да ешкім көрмеген, бірақ та ол күнде сол чау көрген адамдарға мен осындай тышқандарды дайындап отырмын, олар менде өлең айтады, сальто жасайды деген сияқты әртүрлі әңгімелер айтады. Міне сондай үйге біздің жас отбасы орналасады, бірақ та әкесі мен анасы Каролайн деген кішкентай қыздарына көңіл бөлмейді, өте жұмысбасты болады. Олардың күнделікті балаға тәрбиеге айналысуға, баламен ойын ойнауға уақыттар болмай, Каролайнды жалғыз өзін қалдырып қояды. Және де Каролайн сол жаңа үйге көшіп келгендіктен көршілерді де танымайды дұрыстап, және де қаста, сол үйдің қасында басқа да үйлер болмайды. Бұл өте алыс, көрші үй бір 1-2 километрдей алыс жерде болады. Және де Каролайн бос уақытын үйдің ішіндегі жиһаздарды, бөлмелерді зерттеумен және де сыртындағы әртүрлі бақшаны зерттеумен ғана уақыт өтеді. Және де солай өтіп жүріп, ол сол тұрып жатқан үйімен таныса бастайды. Міне осылай бізде оқиға басталады. Және де өздеріңіз мультфильмнің трейлерлерін көрсеңіздер, бізде Каролайн деген қыз өзге әлемге ауысып кетеді. Мысалы, өзінің жергілікті тұрып жатқан үйіндегі әлем болса, сол үйінде бір белгісіз есік болады. Сол есікке кіріп, ол параллельді әлемге, параллельді үйіне ауысып кетеді. Және де сол әлемде бәрі өзгеше болады. Мысалы, оның әке-шешесі Каролайнға көп уақыт бөледі, олармен бірге ойнап, және де дәмді тамақ пісіріп, үстел үстінде де олар қызықты, бақытты өмір сүріп айтып жатады. Бірақ та оның бір ғана нюансы бар. Сол жерде басқа анасы мен басқа әкесі шын болмайды. Олардың көздерінде қуыршақтарға арналған сияқты үлкен қара түйме тігіліп тұрады. Міне сондай айырмашылық болады. Және кітаптың ішінде көрсетіледі сол суретте анасының тырнақтары ұзын, солай басқа параллель әлем болып жатады. Және кітаптың ішінде сіз кімсіз деп Каролайн сұраған кезде, мен сенің өзге маманмын деп, өзге ананмын деп таныстырады. Және де сол өзге ана
Каролайнды сол әлемде қалдырғысы келеді. Сен осында қал, бізге сүйікті қызымыз боласың деген сияқты. Баланы қызықтырады, және де сол әлемде бала өзіне шын өміріндегі внимание деп айтсақ болатын шығар, сол внимание жетіспегендіктен сол жақта көптеген қызықты және де кішкентай балаға тартымды нәрселер көп болады, бірақ та сол кітаптың мен сізге басын ғана айтып жатырмын. Сол оқиға барысында бізде Каролайн деген қыз өзінің ішпыстырарлық және де бір идеальный емес, бұлыңғыр шындық өмірге қайтып келгенді таңдай ма, немесе сол жақта жарқын және де өте керемет, қызық, күн сайын бір қызықты оқиға болып жататын өзге әлемде қала ма деген сияқты сондай сұрақ туындайды. Мен сіздерге оқиғаның басын ғана айттым, және де өздеріңіз ары қарай Каролайн қандай таңдау жасайды, және де ол сол әлемде басқа да қызықты оқиғалар болады, солармен өздеріңіз таныссаңыздар болады. Бүгін мен сіздерге Нил Гейманның Каролайн кітабын ұсындым. Өздеріңіз кішкентай балаларыңызға ертегі оқып бергілеріңіз келсе, немесе өздеріңізде балалық шаққа саяхат жасап қызықты ертегі оқуларыңыз келсе, осы кітапты ұсынамын. Бұл кітап қазақ тілінде шыққан, ішінде әртүрлі суреттер бар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.